Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз CorelDRAW программасын үйренетін боламыз. Біріншіден орнатылған, яғни установочный программаны ашамыз. CorelDRAW-ны менде 19 жылғы CorelDRAW. Бірінші надан басталады бізде? Неден басталады? Приветственный панельден басталады. Бізде welcome screen дейді. Мысалы, приветственный панельден алып тастауымызға болады. Бұл жерде X-ті басып. Бұл бізге мүлдем керек деп айта алмаймын. Өшіріп тастайық. X-ті басып, менде ағылшынша версия, соның ішінде ең бірінші файл создавать етеміз. Ctrl-N арқылы. Ол создать деген сөз. Комбинация клавиш Ctrl-N. Ctrl-N-ді бастық. Бұны болмаса файлдың ішіне кіріп New-ді басамыз. Создать новый орысша. Бізде по умолчанию дейді. Бірден формат A4. A4 форматында, A4 форматында горизонтальный расположение тұрады. Оны біз мына жерге кіріп, вертикальный, горизонтальный ғып, нижний альбомный дейді. Осыны біз орналастыра аламыз. Өзгерте аламыз. Мына жерде размерлер енгізіліп тұр. Өлшем бірліктері миллиметрде тұр. Кейбіреуінде инч болып тұрса, оны аламыз да миллиметрге өзгерте аламыз. Өйткені көп жасайтын нәрселеріміз өлшем бірлік миллиметр өлшенеді. Сол арқылы, сондықтан біз миллиметр кетеді. Егер де веб жұмыс істейтін болсаңыздар, ол жерде пиксельге келтіресіздер. Болмаса керек, үлкен форматтар болса, сантиметр, километрға келтіресіз. Бұл Corel километрға көп келтіре алмайды. Сондықтан мына жерде форматтарға кіреміз. Формат A4. Міне неше түрлі форматтар бар бізде. A0, A1, A2, A3, A4. Кез келген формат таңдаймыз. Егер де бізге белгілі бір размер керек болса, біз миллиметр кетеміз. Бізге мына жерге кіреміз де размерін өзгертеміз. Мысалы, 1000 миллиметр, яғни 1 метр. Және мына жерде 500 миллиметр. Енгіздік, біз білмейміз. Рулетка арқылы жақындатып алыстата аламыз. Осы арқылы. Болмаса, Z-ті басасыз, кәдімгі сізде лупа пайда болады, яғни үлкейтіп кішірейтетін. Осы жерде бізге мына размерін бірдей келтіру үшін, бізге мына размерді дәл осындай жасау үшін біз мынаны алып отырмаймыз. Бірден осы 4 бұрышын 2 рет бассақ, бізде осы берілген размерді шығарып береді. Енді осының үшін бояймыз. Бояу үшін бізде оң жақта цветовая палитра бар. Соның біз мысалы мышканың сол жағымен басып бояймыз. Оң жағымен контур, сол жағымен ішін заливкасын бояймыз. Заливать етеміз. Ал енді мен мысалы бірден тез үйрену үшін магазиннің мен көбінесе сыртқы жарнамамен жұмыс істегендіктен мен сіздерге сыртқы жарнама туралы бір қысқаша дизайн туралы өтіп кетейін. Бұл жерде бірден заказчикке қалайша эскизді салып қойып беруін үйретіп кетемін. Мысалы бізде бұл жерде бірден үйреніп кетеді, мен тоқтатып отырмаймын. Кейінгі сабақтарда әрбір инструменттерге тоқталып жеке сабақ жазатын боламын. Ал қазір мысалы неге кіреміз? Импорт. Мына жерде бір иконка бар, міне. Ctrl-I клавиатурасының комбинациясы, міне. Ctrl-I. Я болмаса мына жерде иконка тұр, импорт деген. Болмаса файлдың ішіне кірдесе де импорт дейді, міне. Ctrl-I. Үш тәсіл арқылы. Мен горячий клавиш Ctrl-I мен тердім. Мысалы өзім заготовкалерім бар. Қазірше. Мысалы мына магазин. Мына магазиннің вывескасын өзгерт дейді, біреуге айтады. Сіз өзгерту үшін мына прямоугольник не аласыздар? 4 бұрыштыны. Бұл F6 басқан кезде бірден сол сізге 4 бұрыш шығарып береді. Басып отырасыздар да, басып тартасыз, размерін келтіресіз. Размерін, пропорциясын. Енді біз бұның тура дизайн шығару үшін бірінші біз замерін, өлшем бірлігін білмейміз ғой. Осы арқылы біз примерно мысалы нетеміз. Ұзындығын 6 метр деп есептейік. Сізге размер белгілі болса. Мына жерде размері бізде миллиметр өзгеріп тұр. Бірден 6 метр деп жазатын болсақ, 60 миллиметр. Бізде жіңішке болып қалды. Бірақ биіктігі өзгермей қалды. Бізге пропорциясы бірден өзгеру үшін қайттан мына жерде назадты басамыз. Ctrl-Z арқылы комбинация жаттап отырыңыздар. Мына жерде замокты басамыз. Яғни пропорцияны сақтап қалу үшін. Осы жерге 6000 миллиметр бассақ, бізге 970 деп шықты. 970. Міне. Бұл жерде егерде бүйтіп алыстап тұрса, бізде экранға шығару үшін F4 клавишасын басамыз. Міне.
ол бүткіл экранға шығарып береді. F4. Енді біз магазин жасағымыз келеді, түсін бояғымыз келеді. Ана цветовой палитраға кіреміз да, неше түрлі цветтерді көреміз. Бізге бір түстер, күнделікті көріп жүрген түстер, бізге бір необычный түс керек болу үшін біз мына түсті басып тұрсақ, оттенкалар шығады бізде. Таңдаймыз, изумруд па, болмаса темный жасыл ма, кімге қалай ыңғайлы. Мына жерге сары түс болғандықтан сары түске үйлесетін түстер міне өздері серый, салатовый, оранжевый, қызыл болып тұр. Осы түстерді қолдана отырсақ, бізге подсказка ретінде осы болады. Мына жерде размерін келтірдік. Магазиннің енді атын таңдайық. Рауза деп қояйық енді біз. Ешкім көңіліне алмасын. Шрифт осылай тұр. Қап-қара түсті. Бұл жерде де объект бояғандай мына неше түрлі түстермен бояй аламыз. Ол түсінікті. Енді бізге ол мына шетінде қалып қалды. Біз дәл ортасын таба алмаймыз. Былай қисық, болмаса былай қисық кетіп қалды. Сол үшін біз бұны екі объектіні бүйтіп выделять етеміз. Яғни белгілейміз. Сол кезде бізде мына жерде міне выровнять деген шығады. Яғни түзеп шығаруға, орталық центровать ету, шетке қою, соның барлығы мына жерде оң жағында шығады. Бізге горизонтальный центров керек және вертикальный центров керек. Міне дәл ортасына керек болса, мынау бізде align distribute деген екеуі шықты. Орналастыру, центровать ету дейді. Бұл жерде клавиатурамен де жасауға болады. Мысалы, мына біз центровать ететін кезде, шетке кетіп қалған кезде былай келтірейін, mesela выделять етейін, сіздерге анық түсінікті болу үшін. Біз деген C буквасын басамыз ағылшынша, және ағылшынша E буквасын басамыз. Сол кезде дәл ортаға бізге центровать етеді. Ары қарай кеттік. Енді біз шрифт таңдауды үйренейік. Мынаны белгілейміз. Сол кезде бізде мына шрифттардың түрлері шығады. Басамыз үшбұрыштың міне. Жаңда неше түрлі, кімде қандай шрифт бар, соны көшіріп алыңыздар. Тегін шрифттар неше түрлі сайттарда бар, болмаса ВК-да бар, кімде қай жерде бар. Қазақша шрифт оқиын, шрифт таңдаңыздар. Міне Рауза дейді. Енді біз айтпақшы, бұл жерде бірден Word, Excel сияқты сохранить етіп отыру керек, яғни сақтап отыру керек. Files save as, міне, болмаса осының жанында бізде жазылып тұрады міне. Комбинация клавиш. Shift Ctrl S бірден горячий. Өзіңіз таңдайсыз керекті жерге. Мен заготовка лақтырып қойын. Мына жерде жазасыз атын. Мысалы мен магазин деп қояйын. Мына жерде версиясы пока что бізде осылай қала берсін. Оны кейін мен айтып өтемін. Басқа бір ескі версияға керек дұрыс сұрап жатса, оларды ашпайтын болса, ескі версиясы. Сіз соларға ыңғайлап сохранить етіп бере аласыз. Қазірше бізге өзімізде тұра берсін. Енді бізге азық-түлік дүкені деп жатыр. Азық-түлік. Айтпақшы, мына жерде шрифт жайлы айтып өтейін. Міне, мына жерде А деген иконка тұр ғой. Сол жақ панельде міне панелист. Осын бассаңыз, міне бір рет ақ жерге басасыз. Бір әріп жазыңыз, сосын барып үлкейтесіз. Үлкейткенде де қарап отырыңыздар. Мен былай шетінен тартқам жоқ, болмаса былай шетінен тартқам жоқ. Мен алдында бұрышынан тартым. Пропорционально үлкейеді, соны біліп отырыңыздар. Жазайық. Азық, түлік. Азық-түлік. Дүкен деп жазбай қойып, продукты. Екі тілде жазайық. Көбінесе осындай жағдайларға енді біраз жұмыс істегендіктен екі тілде көбінесе сұрап келеді, сондықтан мен бірден жазып өтейін. Цветін тағы да мышкамен бояймыз. Мынаны жаба тұрайық. Мышкамен боядық. Енді бізге бірдеңе жетіспей тұр. Айтпақшы, Ctrl-S арқылы бірден сохранить етейік, болмаса мына дискетканы басып отырсаңыздар болады. Ctrl-S бірден қолдарыңызды үйретіңіздер. Бір қолыңыз мышкада, оң қолыңыз, сол қолыңыз клавиатурада тұру керек қой. Бұл жерге енді мен мысалы мына жерге сурет қойғым келеді продуктының. Оны қайдан аламын? Оны енді интернет тауып аласыздар. Оны бүйтіп теріп отыруға болады. Сохранить етіп. Мына жерде мысалы кез келген продукты дейсіз. Бірден без фона керек болса PNG деген форматта сақтап алуға болады. Картинкенің ішіне кіресіз. Мына жерде кез келген таңдап аласыз. Мен енді бәрін дайындап қойғандықтан мен өзім заготовканың ішіне кірейін міне. Импорт арқылы тағы да көрсетіп өтемін. Мынау арқылы кірдім, импорт арқылы. Керекті фотоны тартып, тағы да бұрыштан тартам. Болмаса мен бұрыштан тартып жібере саламын. Мынаны центровать етіп, дәл бұрышқа алып бару үшін мен бүйтіп отырмаймын. Мынаны алып, бүйтіп
бағанағы клавиатурамен үйренгендей болмаса деген керекті затымды мысалы мына жер тұрса, мына қай затпен бұрышына апарып көрсе, сол затты екеуін біріктіремін. Міне, мынаны выделять етемін және shift ұстап отырып фонды выделять етемін. Сол кезде біздегі бағанағы расположение шығады. Бізге ең түбіне керек, міне, төменмен равнять ету керек және шетке апару керек. Міне, осы екеуін жасадым, бұрышқа апарды. Дәл үлкейттім. Тағы да қарап отырыңыздар, мен шеттен үлкейткем жоқ, тартқам жоқ, болмаса биіктеттім, тартқам жоқ. Мен бұрышынан тарттым, пропорционально болу үшін. Суреттің бұзылмас үшін. Енді кейбір жерде кішкене нете көреді, бірақ бұл жерде тағы егер жазу болатын болса, бұзылып кетеді формасы. Міне, осылайша біз не үйрендік? Біз шрифт жазуды үйрендік, цвет беруді үйрендік және импорт, яғни растровый суреттерді, картинкаларды импортировать ету арқылы. Міне, керекті фондарыңыз болмаса мен мынаны алайын. Міне, көкөніс, жеміс деп жаңағы жарнамада өздеріңіз байқап жүрген шығарсыздар. Соларды осылай жасайды. Мына жерде мен однородный заливка деп айтып өтейін. Тек қана бір түсті ғана, ешқандай перетекание деген жоқ. Енді перетеканияны көрсетіп кетейін. Міне, перетекание көрсету үшін мен мына градиентті басам, интерактивный заливка. Міне, басам, міне, шелектің, үлкен шелектің суреті. Және біз басып тұрып, міне, жіберсеңіз мынандай шығады, перетекание. Мына жерде ақтал тетік шығады, осыны бассаңыз неше түрлі түске келтіре аласыз. Міне. Енді бұл жерде де білу керек, қандай түспен қандай түс үйлеседі. Бізде мысалы сары мен оранжевый не дейді. Болмаса салатовый дейді, міне. Салатовый мен мынаның үстіне біз алайық та сарыны апарайық. Міне. Бұл жерде өздеріңіздің, бұл жерде енді жай ғана бүйтіп түстер мен түстерді үйлестіре беруге болмайды. Жаңағы кішкене цветовой видение дейді, адамда білу керек та, күнделікті көріп жүрсіздер ғой, қандай түс үйлеседі. Тіпті білмей жатсаңыздар, қайдадан подсказка, бұл жерде интернет дұрыс қолдана білу керек. Интернетқа кіріп, Google-ға мысалы, сочетание цветов, түстердің үйлесімі дейсіз. Желтый деп терейік біз мысалы. Мына жерде бар бізде. Картинканы бассаңыз, міне. Кез келген түстердің киінуде де, міне, боянуды да қандай түспен үйлесетінін көрсетіп тұр. Бізге бұл жерде ешқандай бір велосипед ойлап таудың қажеті жоқ. Біз үшін барлығы жасалып тұр. Тек қана мұқият оқып және соны жасай білу керек. Мына жерде енді түстерді мен барлығын жасадық қой. Енді біз мына жерде түстердің объектілерін бір-бірінен кесіп алып тастауын, болмаса үйлестіруін соны үйретіп кетейін. Біріншімен міне, шеңбер алдым. Бұл жерде шеңберді мына жерде сол жақ панельді эллипс деп аталады. F7 деп комбинация клавиш. Міне клавиша F7 бассаңыздар, бізде шеңбер шығады. Шеңберді біз келген жеріне алып, орта шетінен тартсақ, міне, үлкейтеміз былай. Егер де shift-ті басып тартсақ, жан жаққа үлкейеді, міне. Бізге керектісі осы, шетке әкелдік. Біз бұны түс берейік. Кез келген түс, мысалы, кез келген түс болғанда, мына жерден, бұл жерде, егер де мына бір дәл осы түс сізге ұнап тұрса, мына жерде пипетка бар. Сол жақта. Осы пипетканы басасыз. Міне, мына түс ұнады ма? Бастыңыз, шелек шықты. Мына жаққа әкелдіңіз, артқа қарай. Үлкейттің, бастыңыз. Түт көшіріп алдыңыз деп айтады. Енді бізге мына көрінбей қалды ғой. Мына астында қалып қалды. Енді бұны түсіру үшін бізге бір-екі саты төмен түсіру керек. Ол үшін біз Ctrl Page down деген комбинация клавиш басып отырамыз. Бір рет басамыз, әне шықты. Бізге енді мынаның контуры көрініп тұр ғой. Көрініп тұрғанын алып тастау үшін біз мына жердегі қызыл кнопканы оң жағын басып тастаймыз. Яғни контурын алып тастаймыз. Енді бізге осы түсті төртбұрыштың ішіне енгізу үшін біз контейнерге кіреміз. Яғни Power Clip басамыз. Оң жақ клавиатураны бассаңыздар, мына керекті объектіні басасыздар, щелкіп сосын оң жағын бассаңыздар, Power Clip деп шығады. Контейнер. Осыған бассаңыз, мына керек нәрсе стрелка болып шығады. Соның ішіне сіз енгізіп жібересіз. Міне болмаса біз объекттің ішіне кіреміз, Power Clipті басасыздар, міне.
сол кезде бізге мына стрелка айтады ненің ішіне кіргізейін дейді. Осы сұрап тұр, біз мынаған керек нәрсе, керекті объектіні шолкт етсек, белгілесек, соның ішіне кіріп береді мынау. Ол негізі жоғалып кеткен жоқ, ішінде тұр. Міне. Бірақ ол жаңағы ішінде тұрғандықтан түсін өзгерте алмаймыз. Түсін өзгертетін болсақ, қайтадан контролды басып тұрып, бір рет шолкт етеміз. Сол кезде мынау сары ішіндегі контейнер шығады. Өзгерте береміз. Мынандай болып шығады. Тағы да контролды басып тұрып бассақ, мынау шығады бізде шеңберіміз. Оның түсін өзгерте аламыз. Қайтадан контурды алып, мына контурдың түсін белгілеген соң, қайтадан ақ жерге мен шолкт етеміз. Сол кезде өзгере береді түстер. Енді мына бізде аппақ дұрыс оқылып тұрған жоқ. Біз түсін өзгертейік. Қызыл қылайық. Енді осы қызылды дұрыс оқылу үшін мына жерде оң жақ, сол жақ панельде бізде контур бар, интерактивный контур дейді. Осыны басамыз, міне. Басып тұрсақ, blendтің іші тұрады, басып тұрсақ, контур деп тұрады. Осыны басамыз да, мына жерден бірден жоғары жақта 3 тал иконка шығады. Осының сыртқысына наружный inside контур дейді. Осыны басамыз. Міне, қарасақ дұрыс белгіленген жоқ. Аз ғана мөлшерде 2 мм ғана үлкейді. Бізге 2 мм аз. 10 жазайық. Міне 10 білінді. Енді контурдың түсін өзгертейік. Міне, керек болса. Мынаны былай. О, енді оқыла бастады. Енді қара болып тұр. Біз бұны қарасаңыздар, түсін тек қана мына жерде бояламыз. Бұны бөліп тастауға да болады. Мысалы, контурды бүйтіп басып тұрған соң, Ctrl-K деген букваның комбинациясын бассаңыздар, бөліп тастайтын. Контуры бөлек тұрады, шрифт бөлек тұрады. Бұл жерде кез келген жай ғана бір түс емес, фантазияны қосып тұрып, міне. Неше түрлі түстерді үйреткендей, жаңағы градиентті тек қана фонға емес, шрифтқа да қолдануға болады. Өздеріңіз көріп отқандай. Және осы контурды басамыз, міне. Контурды басып тұрған соң, тексеріп алайық, шетке апарып. Бұған тағы да контур қолдануға болады. Енді біз 10 емес, 30 қолданайық. Міне. Мына жерде бізде көрінбей қалды ғой. Түсін өзгертейік. Шығып берсін. Бұл жерде тағы да Ctrl-K-ны басып, разъединить етіп алайық, яғни бөліп алайық. Мұны аламыз да бір ақпен бояйық кішкене. О, енді оқи аласыз. Бірақ бірден резкий болып тұрған сияқты, бірақ магазиннің вывескалары көбінесе осындай болады. Аламыз да, енді біз прозрачность, яғни бұның анықтығын, болмаса жаңағы түсінің прозрачностьін беру үшін, мен мына қатты четкий болып тұр, енді бұл кішкене мен бәсеңдету үшін мына прозрачность басам. Осы жерде сол жақ панельдемін. Басқан соң, бізде бірден мынау жоғарғы панельде шығады, неше түрлі. Мынау однородный, мынау градиентный, мынау текстурный деп аталады. Мынау бізде бірден однородныйды аламыз, бірден түсімізді міне бәсеңдетеді. Енді тек ақ емес, бізде кішкене фонды да біркеп, және өзі кішкене көрініп тұр. Осылай қалдыруға да болады. Енді бізде сіздерге заттарды, яғни объекттерді біріктіру, топтауды үйретейін. Міне мысалы барлығы бүйтіп қозғалтқым келсе, мен мынаны аламын да, былай шетке тарсам, мына фоны қалып қалады. Болмаса мынаны алып, мына істейінсем, үстіндегі жазу қалып қалады. Оны мен былай алып қозғалта беруіме де болады, міне. Бірақ ешқана деталь шығып қозғалып кетпеу үшін мен былай белгілеймін, және бізде топтау деген нәрсе жоғары жағында мынандай шығады, біріктірілген нүктелерден. Осыны басамын. Группировать деп аталады. Болмаса мен выделять еткен соң комбинация клавиш Ctrl-G. Осыны басамын. Бұны қайттан бізге жеке-жеке талдау үшін мынаны басуға болады. Бізде иконка арқылы. Я болмаса комбинация клавиш Ctrl-U. Енді ағылшынша Ctrl-U деп аталады. Енді жеке-жеке алуға болады. Әрбір іс-қимылдан кейін Ctrl-S сақтап отырыңыздар. Егерде сіз байқамай мына бүйтіп қозғалып кетсе, оны қайтан бүйтіп қолмен қойып отырмай, Ctrl-Z, яғни артқа, бір шаг артқа жасауға болады. Тағы да 2-3 рет қозғалып кеткен болса бұлай, 2 рет қаншалықты қозғалсаң, соншалықты назад Ctrl-Z-ті басасыз. Біз группировать етіп үйрендік, Ctrl
Z-пен артта шегіндіріп үйрендік, группировать етіп үйрендік. Енді біз контейнерді үйрендік, шрифтті жазуды үйрендік. Енді бізге размерін тексереміз. Размері бізде 6 метр, биіктігі 971 дейді. Енді біз наложение жасаймыз. Мына жерде аламыз, біріктіреміз, группировать топтаймыз міне, үйреткендей. Және мына суретке біз дәлме-дәл, мына жерде сіздерге ең маңызды нәрсені үйретуді ұмытып кетіппін. Сіздер дәл осы сізге айтады. 2 вариант, 3 вариант жасап беріңізші дейді. Сол кезде сіз не істейсіз? Мынаны аласыз да, былай копировать етуіңіз керек. Осылай, дәл осылай копировать ету былай іске асады. Белгілеген соң, міне, басып төмен басып отырсыздар да, мышканың сол жағын басып тұрып, жібермей екінші оң жағын басасыз. Я болмаса аласыз да, копировать, ставить, Ctrl-C, Ctrl-V деген. Бірінің үстіне бірін копировать етсе, сіз аласыз да тек шетке жылжытасыз. Бірақ сіз көріп отыру үшін үйретіп кеткендей міне. Белгілеген соң, выделять еткен соң басып тұрасыз да, мышканы басып тұрып, сол жағын басып тұрып, оң жағын бірден бассаңыздар, копировать етеді. Бұл жерде былай шетке кетпеу үшін, фиксировать етіп отыру үшін, Ctrl клавиатураны басып отырсаңыздар, қозғалтқан кез міне, мен аламын, тек қана вертикальный. Болмаса мен шет жаққа былай жылжытайын деймін, мен былай қозғалып кетпеу үшін, міне, бірден Ctrl жасасам бүйтіп кетеді. Зу бір бағыт ұстап отырады. Осында енді сіздерге копировать етіп үйрендік. Енді мен бұрышынан тартам, тағы да естеріңізге салайын, бұрыштан тарту керек, өйткені пропорциясы өзгереді. Енді бізге жақындату үшін мышкамен, ролигімен жақындатасыз, болмаса айтып өткендей Z клавиатурасын басасыз да клавишасын, жақындатасыз. Қайтадан инструмент указательға кіресіз. Бұрыштан кішірейтесіз. Сізге келді магазиніңіздің вывескасы дайын. Бірден айтып өтейін, бұл менің өзімнің білген және қолданып жүрген әдістермен жасалып отыр. Әркім әрқалай жасайды, әрбір дизайнер өзінің почеркі дейді, өзінің жұмыс істеу тәсілі болады. Мен сіздерге инструменттерді қалай қолдану керек екенін бір вывескаға келтіріп, соған жасап көрсетіп отырмын. Бұл жерде сочетание цветовты үйреттім, шрифттерді жазуды үйреттік, және заливканы үйрендік, градиентный заливканы үйрендік, контейнерға салып үйрендік, импортты үйрендік, және группировать етіп үйрендік. Енді бізге осыны аламыз да, бізге бұны формат А4 белгілеп көрейік. Формат А4 кем екен, жоқ үлкен екен. Біз аламыз да бұны формат А4-ді мына жерге келтіреміз. Қарасақ, размер 210-да, міне 297. 297 қарасақ үлкен екен. Мынаны 280-ге келтірейік. Пропорциясы тұр міне замок. 186 болды. Енді осыны аламыз да, біз эскизді жіберу үшін Ctrl-E деген клавишаны басамыз, экспорт. Яғни Ctrl-X, міне файлға кіреміз да, экспорт дейміз. Ctrl-E өз жазып. Я болмаса импорттың жанында, міне, стрелка жоғары, яғни шығару. Керекті жеріңізге таңдап аласыз. Мына жерде неше түрлі форматтар тұр. Бізге керегі превiew файл әрқашанда көбінесе JPEG форматта тұрады. Мына жерде галочка тек қана біреуін таңдау деп аталады. Осы галочканы ұмытпаңыздар. Формат таңдаймыз. JPEG, bitmap, яғни растровый JPEG. Осыны таңдаймыз. Магазин болып по умолчанию тұра берсін. Бітті. Экспорт. Мына жерде SMIC деп тұр. Бұл жайлы кейін айтып өтем. Бізге пока что JPEG-қа RGB кете берсін. Өйткені цветтер қалай тұр, бізге солай кетсін. Егер де SMIC-қа айналса, қазірше тусклый болып қалады. Онда кейін айтып өтеміз. Егер де сіздерге сабақ ұнап жатса, сіздер каналға тіркеліп, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Мына жерде сіздерге егер де пайдалы білім болып жатса, және менің үйретіп жатқан нәрсем сіздерге ұнап жатса, тағы да неше түрлі видеоларды жазатын болам, Құдай қаласа. Егер де
мына бүткүл панельдерди үйрөтөм десеңиздер, бул жерде интернетте орусча версиялар өтө толуп жатыр. Мен де Кудай кааласа жакында ролик жасаймын. Осы панель инструментов жайлы және цветовой палитра жайлы, жаңағы айтып өткен SMIC пен RGB'нің айырмашылығы жайлы көптеген негізгі тақырыптар бар. Кудай кааласа қазақ тілін ары қарай дамыту үшін осындай қазақ тілді роликтер және білімді жаңағы дамыту үшін қазақ тіліндегі видеоларды көп жазуға тырысамыз, Кудай кааласа. Сіздерге көп рахмет көңіл бөлгендеріңізге. Осымен сабағымыз бітті. Рахмет.